Қайырлы күн, сіздермен бірге Әйгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың тағы бір ұлттық тағамының түрі нан салма тағамын жасайтын боламыз. Өте дәмді, тойымды тағамның бірі болып табылады. Дәл менің рецептім бойынша дайындап көрсеңіздер, ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан видеоның соңына шейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қолжетімді осындай ұлттық тағамның түрлерін салып отыратын болам. Ол үшін бізге керекті заттар: етті осылай сақтап турап аласыздар, пиязымызды, тәтті бұрышымызды, осындай қызанақ болмаса қоспай-ақ қойсаңыздар да болады, ол міндетті емес. Барлығын осындай кубиктап турап аламыз. Бірінші қызып тұрған майымызға етімізді салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қызарғанша қуырсаңыздар, тамақтарыңыздың дәмін келтіреді, ерекше болып шығады, дәмді болып. Оған шейін осы қамырымызды елеп тастаймыз. Бір жұмыртқа, тұз, бір шай қасық және електен өткізілген ұнымызды араластырып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қатты қылып қараңыздар, осы видеодағыдай. Бір 15-20 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Оған шейін салмамызды дайындаймыз. Етіміз қызарып келе жатыр, осылай араластырып, пиязбен тәтті бұрышымызды қосамыз. Жақсылап қызарғанша араластырамыз. Одан кейін барып, сәбізбен осы қызанағымызды қосып, тағы да қуырылғанша қойып қоямыз. Көрдіңіздер ғой, майы шығып, дәмді болып келе жатыр. Үстінен осы картопты қосып, тұзымызды, томатымызды, тәтті бұрыштарымызды қоссаңыздар болады, дәмдеуіштерді. Осылай жақсылап араластырып, су қосамыз. Осындай бір кеседе шықты суым. Жақсылап бұқтырып, жай отқа қойып қоясыздар. Енді қамырына кірісеміз. Қамыры демалып, жақсы ие қанып шықты. Осылай 4 жағын баса отырып, жақсылап жұқа қамыр жаятын боламыз. Екі шетін басып отырсаңыздар, керемет болып жайылатын болады, езілмейді және түп түзе дөңгелек осындай қамыр болып шығады. Осылай жайып алдық. Көрдіңіздер ғой, жұп-жұқа, ұнды кішкене сеуіп, жабыспас үшін осылай орап аламыз. Енді кесеміз. Осындай жіңішке етіп кестім мен. Керемет болып шығады. Жақсылап ұзынша қылып, солонка қылып осылай кесіп, араларын осылай сілкіп-сілкіп жіберсеңіздер, жабыспайтын болады. Әйтпесе аралар жабысып, қамырыңыз жабысып пісетін болады. Осылай қайнап тұрған суымызға осы қамырымызды салып, 10 минут, 15 минутта пісіріп аламыз. 1-2 көтерілгенге шейін қайнататын боламыз. Салмамыз дайын, өшіріп қойдым. Осылай сүзгішпен қамырымызды сүзіп аламыз. Осындай табаққа кішкене майды құйып, үстінен осы қамырды саламыз. Осы подливындағы, салмасындағы майды араластыра отыра қамырға араластырамыз. Қараңыздар, осы видеодағыдай салмасын бәрін саламыз. Осындай керемет қазақтың ұлттық тағамы шықты, нан салма. Нан салманы әр жерде әрқалай атайды екен. Майқуырдақ, нан салма, әртүрлі айтады екен. Сіздер жақта қалай аталады? Біздің осы оңтүстік жақта нан салма деп атайды негізі. Сіздерде қалай аталады? Комментарияға жаза кетіңіздер. Әр оқырмандарымның ойын білгім келіп отыр. Менің каналыма тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар.